Кемел адам. Кішігірім нығметтің өзін бағалаңыз. Жағымсыз эмоцияны тудыратын жағдай көбінесе адам өзін басқалармен салыстырудан пайда болады. Өзгенің қандай да бір жетістігі немесе материалдық әл-ауқатының артықтығы яки абырой беделінің биіктігі адам бойында қызғаныш сезімін оятуы ықтимал. Өзін қолынан түк келмейтін байғыз сезінуі мүмкін. Мұндай жағдайдағы адам өмірге реніш көзімен қарайды, бойында агрессия, стресс пайда болады, айналасындағы адамдарға деген жасырын өшпенділік туады. Біз көбінесе өмірдің қуанышы мен жақсылығынан бұрын қиыншылығын көбірек ойлаймыз, сәтсіздіктерді тез байқаймыз. Ендеше басқаның артықшылығына қызықпас бұрын өзіңнің басындағы бағыңды бағалауды үйрен. Өмірдің әр сәтінен ләззат ала біл. Мысалы, далада ұзақ жүріп келіп аяқ киім шешкенде аяқ созып рахаттануды біл. Шөлдеп келіп су ішкенде Аллаға шүкір ет. Балаңның басынан сипап еміреніп сүй. Таза ауаға шыққанда терең тыныс алып, деміңді сыртқа баяу шығар. Көзіңді жұмып ләззатқа бөлен. Өмірде сізді бақытты ететін сәттер көп. Мәселе оларды көре білуде, бағалай алуда. Көре білген адам ғана шүкір етіп, бақытты бола алады. Қанағат құндылығы дегеніміз міне осы. Мысалы, 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатқан кісі таудың етегінде 3 қабатты коттеджі бар танысының ғажайып өмірін ойлап, өзін бақытсыз сезінуі мүмкін. Немесе басын сұғар баспанасы жоқ, қаңғып жүрген талай адамды ойлап, өз жағдайына шүкір етуі де мүмкін. Бүгінде кейбір жандар өзін бақытсыз сезінуіне бір себеп Инстаграм секілді. Әлеуметтік желіде өзгелердің үлдемен бүлдеге оранған бақыт құшағындағы сурет, видеолары, ертелі кеш Инстаграмда елдің қымбат көлік, сән салтанаты жарасқан зәулім үй, неше түрлі киім мен сілекей шұбыртатын тағамдар ортасына түскен сурет видеоларын көруден қолы босамайтын адам, жұрттың бәрі бақытты, жағдайлары керемет, ал менде ондай жоқ деп іштей өзіне налый бастайды. Тіпті депрессияға ұшырайды. Өз басындағы кішігірім нығметтерді көре алмайтын күйге түседі. Пайғамбарымыз бір хадисінде өздеріңнен көп берілгендерге емес, аз берілгендерге назар аударыңдар. Осылай істеу арқылы бастарыңдағы нығметтің қадірін білетін боласыңдар деп шүкір етуді адам бойында сыр беріп, сыртқа шығуы мүмкін жағымсыз эмоцияның алдын алуды үйретеді. Әрине, адамдардың жетістігінен үлгі алып, шабыттанып, қанағаттануымыз керек. Алайда қызығушылық, қызғанышқа айналып, басыңдағы бағыңды, бойыңдағы байлығыңды бағалауға кедергі болмауға тиіс. Дүние істерінде өзіңнен жағдайы төмендерге, ал құлшылық пен тақуалықта өзіңнен жоғарыларға қара. Астанадан Алматыға көлікпен бара жатырмын. Ұзақ жол, ұшы-қиыры жоқ сайын дала. Ата-бабамыздың ұрпағына мұра етіп қалдырған осынау байтақ жерді қорғау, келер ұрпаққа аманат ету бүгінгі әрбір қазақтың мойнындағы асыл борышы һәм уайымы болуға тиіс. Бізге ең әуелі тыныштық керек, ұрпағымызды көбейту қажет. Сосын ол ұрпақты білімді де иманды, ұлтжанды намысты етіп тәрбиелеу ләзім. Сонда ғана ертеңімізге алаңдамауға болады. Әйтпесе талай ойдың жетегінде отырмын. Санам ойдан ой. Кенет небір зуылдаған жіптердің арасында баяу ілбіреп бара жатқан москвичке көзім түсті. Москвич 412. Бұл жануар көзден ғайып болғалы қай заман. Ішіндегі жүргізуші қандай сезімде отыр екен. Бәлкім өзіне осындай көлік бұйырған үшін тағдырынан алып отырған болар. Бәлкім олай емес те шығар. Кеңес заманы. Ауылымызда алғаш рет москвич көлігі пайда болды. Көрші-қолаңның бәрі құттықтаған болып, көлікті көруге келіп жатыр. Шаңды бұрқыратып ауылға кірудің өзі қандай ғанибет, нендей сурет. Ішінде отырған адам құдды ұшаққа мінгендей сезімді бастан кешетін. Машинадан түсе сала 4 дөңгелегін теуіп, кілтін айналдыра ысқырған күйі үйіне кіретін. Сөйлесе қалса әңгіменің бір ұшын айналдырып әкеліп көлігіне тірейтін. Бір сөзбен айтқанда бақыттан бас айналатын. Ал қазірше москвичтің алысқа қойып мектепке жаяу келетін, ұстаз жайлы айтып
берді бір өткенде бір танысым. Сонда деймін, кеше иесін мақтанышқа бөлеген бұл көлік бүгін неге оны бақытсыз етіп отыр? Адам сол адам, машина сол машина. Өзгерген адам санасы ғана. Демек барлық проблема санамызда. Айналамызда болып жатқан дүниеге көзқарасың аса маңызды. Не ойласаң, қалай ойлайсың, қай қырынан бағалайсың, сол сені бақытты яки бақытсыз ететін негізгі фактор. Санасын, ойын басқара алған адам қара нан жесе де бақытты. Ал олай болмағандары су және дөңкиген қымбат джип мінсе де, зәулім сарайларда тұрса да бақытсыз. Күншілдіктен құтылу жолдары. Кез келген адамда күншілдік сезімі бар. Мысалы, ішіңізде біреудің дәулетіне, атақ-мансабына деген қызғаныш сезімі оянып, мазаңыз қашты делік. Мұндай сезімді имани терең сана арқылы оңай жеңуге болады. Мына сұраққа жауап беріңізші. Сіз көралмаушылық танытқан сол пәленшенің дәулеті мен атақ-мансабын берген кім? Әрине Алла. Ендеше сіз оны қызғану арқылы Алланың оған қатысты үкіміне бөлеген ризығына қарсы шығып тұрсыз. Бірде пайғамбарымыз Алланың нығметінің де дұшпандары болады деп еді. Сахабалары, олар кімдер деп сұрайды. Алла елшісі, Алланың құлдарына берген нығметтерін қызғанатын пенделер деп жауап берді. Байқадыңыз ба, күншілдіктің иманыңызға қалай көлеңке түсіргенін? Осыны терең түсінсеңіз, қызғаныш жүрегіңізде қонақтамайтын болады. Екіншіден, кез келген дәулет, атақ, мансап, үлкен сынақ, оның хайырлы яки хайырсызы бар. Оны бір Алланың өзі біледі. Жаратушы кейде бір құлын мол нығмет, үлкен мансаппен жазалайды. Сондықтан хайырлы яки қайырсыз екені беймал дүниені қызғанудың түкке де қажеті жоқ. Үшіншіден, кез келген нығмет, атақ, мансап уақытша. Олай болса, өтпелі пәни нәрсе қызғануға тұрмайды. Төртіншіден, қызғанған адамыңызға, уа Аллам, пәленшеге нығметіңді одан сайын арттыр, екі дүниесін хайырлы, берекелі ете көр деп игі дұға жасаңыз. Игі дұғасы бар жүректе қызғаныш тұрмайды.